Сәлеметсіздер ме YouTube арнасының көрермендері? Бүгінгі видеода жаңғақ қосылған сырники жасайтын боламыз. Видеоны жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен творогты марляға салып, сары суын жақсылап сығып аламыз. Одан соң қажетті қоспалардың барлығын біртіндеп қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сырникиге қажетті қоспалардың барлығын осы видеоның астына описанияға жазып қойдым, содан қарап жасай берсеңіздер болады. Енді бетін жауып 15-20 минутқа холодильникке саламыз. Содан соң жақсылап ұн сеуіп аламыз. Дайын болған творогты ұнның үстіне салып, форма жасайтын боламыз. Тура видеода көрсетілгендей жасап шығыңыздар. Және де міндетті түрде 15-20 минутқа қойыңыздар, өйткені біздің қоспамызға араластырған манный круппамыз ісінетін болады. Сол кезде жақсы жабысатын болады. Осылай арасына арахис қосамыз. Қалаған жаңғақтарыңызды қоссаңыздар болады, өз қалауыңызға қарай. Және осылай домалақтап форма жасап аламыз. Осылай форма жасап болған соң, стаканның көмегімен шеттерін айналдырып тегістеп алуға болады. Енді дайын болған сырникиді орташа отта қуырып аламыз. Сырникилерді міндетті түрде орташа отта пісіріңіздер. Майыңыз қатты қызып кетпеу керек. Сырникилерді майға салған соң, орнынан жылжытпаңыз. Бір жағы жақсылап қуырылып болғаннан соң, ақырындап екінші бетін аударамыз. Міне біздің сырникиларымыз дайын. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Дәмі де өте ерекше, жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода ерекше салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Сол видеоны көру үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.